Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Egov Mobile, Homebank және де Каспий KZ қосымшалары арқылы психоневрологиялық және наркологиялық диспансердан анықтама алып көрсетемін. Бірінші Egov Mobile қосымшасынан бастайтын болсақ, қосымшаға кіреміз. Қызметтер, оның ішінде денсаулық сақтау бөліміне кіреміз. Мінекей бұл жерде бірінші және екінші жолда пайда болды. Наркология, психиатрия, психикалық денсаулық орталығынан мәліметтер ұсыну. Керекті анықтаманың үстіне басамыз. Мен сіздерге қазір бір анықтаманы алып көрсететін боламын. Мінекей бұл анықтаманы алу тегін. Қызмет мерзімі 30 минут аралығында көрсетіледі. Қызметті алу дегенді басамыз. Қызметке қол қоямыз. Яғни бұл барлық қосымшаларда біз тіркелген болуымыз керек міндетті түрде. Мінекей біздің сұранысымыз жіберілді. Мына жоғары жақтағы батырманы басу арқылы жаңартамыз. Сол кезде бізде құжаттарымыз дайын болғаны көрініп тұр. Яғни анықтамалар қазақ және орыс тілінде. Құжаттарды жіберу батырмасын басу арқылы почтаға немесе кез келген әлеуметтік желі арқылы керекті адамыңызға жібере аласыз, сонымен қатар телефонға сақтай аласыз. Ары қарай Homebank, яғни халық банкінің қосымшасы арқылы анықтаманы алу. Ол үшін қосымшаға кіреміз. Басты мәзірде госуслуги деген жер бар. Сол батырманы басасыз. Бұл жерде справки деген бөлімге кіреміз. Медицинский справки оның ішінде. Начальті басамыз. Мінекей бұл жерде 3 түрлі анықтаманы алуға болады. Психоневрологиялық, наркологиялық және туберкулезге қарсы диспансердан анықтамаларды алу. Қазір бір анықтаманы бұл жерден сіздерге алып көрсетемін. Запрос жіберіп. Керекті анықтаманың үстіне басасыздар. Сұраныс жіберіледі. Мінекей біздің анықтамамыз дайын. Поделиться батырмасын басу арқылы өзіңізге сақтап аласыз, немесе керекті адамыңызға жібере аласыз әлеуметтік желі арқылы. Ары қарай енді Каспий KZ қосымшасы арқылы анықтаманы алу. Ол үшін госуслугиға кіреміз. Басты мәзірде орналасқан цифровой документі оның ішінде. Мінекей бұл жерде справки бөліміне кіреміз. Бұл жерде де 3 түрлі анықтаманы ала аламыз. Керекті анықтаманың үстінен басамыз. Қазір мен сіздерге бір анықтаманы алып көрсетемін бұл жерден де. Мінекей анықтамамыз дайын. Демде дайын болады. Отправить документті басу арқылы сақтап ала аласыз өзіңізге, немесе керекті адамыңызға жібере аласыз. Осы сияқты көптеген анықтамаларды телефон арқылы онлайн үйден шықпай-ақ алу жолдарын сіздерге YouTube каналымда көрсетемін. Жаңадан ашылған YouTube канал керегін ал деп аталады. Жоғалтып алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бірі болмаса, бірі керектеріңізге жарап қалар. Рахмет, сау болыңыздар, пайдалы болды деген үміттемін.